Саламатсыздар ма? Жалпы бүгінгі бізде тақырып компьютерлік жад. Компьютерлік жад дегеніміз не? Компьютерлік жад дегеніміз бізде ақпараттардың тұрақты түрде немесе уақытша түрде сақталатын жад түрлерін айтып кетсек болады. Жалпы бізде компьютерлік жад екіге бөлінеді: ішкі жад және сыртқы жад. Ішкі жадқа біз деген RAM, ROM және кэш айтып кетсек болады. Ал сыртқы жадқа бізде дискілер, флеш жадтары немесе қатқыл диск айтып кетсек болады. Айнарға сөйтіп кететін болсақ, RAM дегеніміз бізде бұл аудармасы оперативный память, орысшасы, ал және қазақшасы жедел жады болып келеді. Жедел жады дегеніміз бізде компьютерде ақпараттарды уақытша түрде сақтайтын және де оларды ақпараттарды бізде қолдануға көмектесетін жадтардың бірі болып келеді. Кэш жады дегеніміз жаңағындай жедел жады сияқты. Ол деген бізде жалпы мәліметтерді уақытша түрде сақтап, онда бағдарламаны жауып келесіде ашқан кезде тезірек ашылу үшін көмектесетін және де олардың тез жұмыс жасауына көмектесетін жады болып келеді. Және де кэш жадын біз өзіміз тазарып, әрі қарай компьютердің қатуына немесе қатпауына кепіл ете аламыз. Әрі қарай бізде ROM дегеніміз бізде тұрақты жад. Тұрақты жад бізде ақпараттарды уже ұзақ уақытқа қарай сақтауға арналған жад болып келеді. Және де тұрақты жад бізде жедел жады мен кэшке қарағанда көбірек память алады. Және де ол мысалға қазіргі кезге байланысты ең аз деген 500 мегабайттан әрі қарай 1-2 терабайтқа шейін бара береді. Енді сыртқы жадқа келетін болсақ, бізде біріншісі қатқыл диск. Қатқыл диск бізде дәл жаңағы тұрақты жад сияқты жұмысты атқарады деп айтсақ болады. Неге? Өйткені оғанда да біз әртүрлі ақпараттарды немесе бағдарламаларды жазып, соларды қолдана аламыз. Әрі қарай дискі. Дискіні біз қазіргі кезде өте көп қолданбайды. Неге? Өйткені қазіргі компьютерлерде дисковод деген зат жоқ. Соның кесірінен қазіргі кезде дискілер өте актуальны емес. Мысалға дискілердің жадына қарай бізде ол деген өте төмен болып келеді. 12 килобайт дегенде әрі қарай 1 мегабайтқа шейін немесе ең көп 8 мегабайтқа шейін барады. Соңғысы флеш жады. Флеш жады бізде төмен жады болғанмен ішінде ол бірақ бізде ақпараттармен басқа компьютерлермен бөлісуге көмектеседі. Осымен жалпы бізде жады деген тақырып бітеді.